1959 жылы Мәскеудегі Современник театры Теміртауға гастрольге келді. Металлургтер мәдени сарайының сахнасында Олег Ефремов, Евгений Стегнеев, Олег Табаков, Людмила Гурченко және басқа да кеңес театр және кино жұлдыздары да өнер көрсетті. КСРО халық артисі Олег Табаков осы гастрольді былай еске алады. Біз келер алдында Теміртауда көтеріліс болды. Жергілікті билік автомат оқтарын іздерін сылап үлгермей жатып, орталық комитеттің мәдени бөлімі Современник театрын осы жерге мәдени десант ретінде жіберуге шешім қабылдады. Біздің делегацияны келесі сөздермен қарсы алды. Құрметті киноартист жолдастар, сіздер келер алдында 2 апта бұрын қаламызда кішігірім тәртіпсіздік орын алды. 8 адам ең қатаң жазаға кесілді. Қонақжай қазақ жеріне қош келдіңіздер. Қазақ жері шынымен де қонақжай екен. Бізді молынан ішкізіп жегізді. Біз профилакторияда тұрдық. Олег Табаковтың Теміртауға гастрольдік сапары туралы естеліктерін менің шынайы өмірім кітабында оқуға болады. Аэродромда шарп салу кезінде менің көптеген жанкүйерлерінің жетекшісі маған шын жүректен: жолдас Табаков, сіз жақсы артистсіз, алайда әйелге ұқсайсыз деп айтты. Олег Табаковтың Теміртауға гастрольдік сапары туралы естеліктерін менің шынайы өмірім кітабында оқуға болады. 59 жылы осында болған Мәскеу театрының құрметіне біздің қаламыздағы көркемөнерпаздар театры Современник атауын алды.